Саламатсыздар ма балалар? Мен Қармақшы аудандық оқушылар үйінің үкілі домбыра үйірмесінің жетекшісі Жұмабекова Қабылқызымын. Сабақтың тақырыбы сыр сүлейі Тұрмағамбет ақынның жаныңнан жақын нәрсе жоқ өсиет өлеңі. Сабақтың мақсаты Тұрмағамбет ақынның жаныңнан жақын нәрсе жоқ өсиет өлеңінің мәтіні мен мазмұны мен терминің мақам сазымен таныстыру. Сыр елі, өсиет, нақыл сөз, насихат айтып, халықты өзіне қаратқан, халыққа қызмет еткен жалпы ақын жырауларды сүлей деп атаған. Соның бірі бүгінгі сабақтағы шоқтығы биік дара тұлға ақын, аудармашы ақын Тұрмағамбет. Тұрмағамбет Ізтілеуов 1882 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданы бұрынғы Ленин атындағы Кеңшарда, қазіргі Тұрмағамбет ауылында дүниеге келіп, 1939 жылы дүниеден өткен. Алғаш Алдашбай ақыннан білім алып сауатын ашқан. 14 жасында Қарабоңыз атты тұңғыш мысал өлеңін жазған. Ақыл нақыл өсиет сөзді әуенге салып аспаппен орындау бұл терме деп аталады. Терменің әуенін мақам дейміз. Тұрмағамбет ақынның жаныңнан жақын нәрсе жоқ өлеңі Рүстембек жыраудың шалқыма мақаммен орындалады. Өлең жырдың мазмұны адамға өмір қымбат екенін, дүниелікке қызығып, ел халықтан бөлінбеуге, өлшеулі өмірде сыйласып жүруге, иманды болуға шақырады. Олай болса, терменің мақам сазына құлақ түрейік. Жаныңнан жақын нәрсе жоқ, айырылар сенің мұнаңнан. Дүниеден халқы ұмытсаң, саларсың таңғы тұманда. Өлшеулі өмірің шапшаң су сияқты құмандай. Келе жатқан өлмей кімің бар, көзіңді салшы өлең болмаңға. Ажалдан аман қалам деп бола көрме күмәнда. Сол қусырып сұмдық қылай, әміріне Алла иландай. Атпағалы болмайды, шығармай шабыс мұнанда. Жасыңнан хаққа жалбарсаң, жақсылар болар дұғаңда. Ересітсең тізек бар, шаханалық жандай шағанда. Ұстар бұның етегіне, басшы керек бұғандай. Ұстар бұның етегіне, басшы керек бұғандай. Енді балалар, осы мақам сазды домбыраға салып үйрену үшін өлеңнің сөздерін буынға бөліп, саусақты пернеге, сөзге байланысты қою арқылы үйренеміз. Мен алдымен сіздерге терменің бастапқы буынын өте жай, баяу орындап көрсетемін. Жаныңнан жақын нәрсе жоқ, айырылар сен мұнанда. Дүниеде халқы ұмытсаң, қаларсың қаңғып тұманда. Өлшеулі өмірің шапшаң су сияқты құмандай. Енді балалар, келесі буындарда, келесі өлең шумақтарда осылай қайталана береді. Домбыра пернесіне саусақтарды дұрыс қойып, сөзін жаттауға, мақам сазға дауыс қалыптасу үшін осы үйренген буынды бірнеше рет қайталауымыз керек балалар. Саусақты әбден жаттықтырамыз. Сол кезде барып, мақам саз сөзі жатталады, қағыстары, саусақтары домбыраға қалыптасады. Енді балалар, осы термені, мақам сазын, сөзін барлығын үйден түгел қайталап, енді балалар, жаңағы мен көрсеткен өлең сөздің, мақамның, енді балалар, Тұрмағамбет ақынның жанынан жақын нәрсе жоқ өлең жырын, сөзін үйден жаттаймыз. Мен үйреткен буындарды, мақам сазды домбыраға бірнеше рет қайталап, қол жаттықтырып, жаттап келеміз. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.